Біздің семинардың тақырыбы нанотехнология тақырыбын оқытуда зерттеушілік оқыту әдістерін қолдану. Жалпы зерттеушілік оқыту әдістері дегеніміз не? Зерттеушілік оқыту әдістері бұл оқушылардың білім алу процесін белсендетуге бағытталған оқу тәсілдері болып табылады. Бұл әдістер арқылы оқушы бетінше мәселе қойып, ақпарат жинап болжам жасауға және зерттеу жүргізіп қорытынды жасауға негіз береді. Мұғалім бұл жерде тек бағыт беруші рөлін ғана атқарады және баста әрекет етуші оқушы болып табылады. Яғни бізде бұл жерде бірнеше кезеңдер бар. Соның бірінші кезеңі ол бізде проблеманы анықтау, яғни белгілі бір мәселені қою болып табылады. Яғни бұның негізгі мақсаты оқушының зерттеу нысанын нақтылап алу болып табылады. Мысалы үшін бұл жерде белгілі бір мәселе қойылады. Яғни нанотехнология дегеніміз не? Нанобөлшектердің тірі ағзаға қандай әсері бар? Нанотехнологияның адам өміріне пайдасы мен зияны бар ма деген сияқты белгілі бір мәселе қойылады. Бұл жерде оқушының негізгі әрекеті тақырып бойынша негізгі мәселені анықтау және белгілі бір сұрақтарды қою болып табылады. Ал мұғалімнің негізгі рөлі ол бағыт бағдар беруші, яғни зерттеу үшін өзекті әрі қызықты проблеманы таңдауға көмектеседі. Енді екінші кезеңге келетін болса, екінші кезеңде бізде ақпаратты технологияларды қолдану. Бізде ақпарат технологияларды қолдануға бірнеше технология алған болатынбыз. Оның біріншісі бізде нанотехнология ORG. Яғни мақсаты нанотехнология модельдеу және симуляция жасау және сипаттама бұл платформалар, онлайн симуляциялар және зертханалық тренажерлар жасауға және курстар мен ғылымда құралдар бар технология болып табылады. Келесі бізде VMD, яғни Visual Molecular Dynamics платформасы болып табылады. Бұның негізгі мақсаты молекулаларды ішті түрінде көрсету болып табылады. Негізгі сипаттамасына тоқталып өтсек, осы бағдарлама арқылы біз молекулаларды модельдеуге, сонымен қатар атомдардың қозғалысын және де солардың талдауға мүмкіншілік аламыз. Келесі технология бізде ChemSketch, яғни химиялық құрылымдар мен молекулаларды сызуға арналған технология болып табылады. Бұның негізгі сипаттамасы органикалық және бейорганикалық қосылыстардың құрылымын салуға арналған тегін бағдарлама болып табылады. Келесі бізде Blender платформасы. Бұл жерде бізде негізгі мақсаты ол жаңағы платформаларға ұқсас, яғни үшті түрінде модельдеуге, сонымен қатар анимация және де графика жасауға арналған. Бұның негізгі сипаттамасы ашық кодты, қуатты үшті графикалық редактор жасау үшін өте қолайлы болып табылады. Яғни нано құрылымдардың визуализациялауы үшін қолданылатын жақсы сондай платформа. Бізде енді үшінші кезеңге өтетін болсақ, үшінші кезең негізі зерттеу, тәжірибе және модельдер жасау. Яғни негізгі мақсаты теорияны практикамен байланыстыру болып табылады. Мысалы, Blender немесе ChemSketch арқылы нано құрылымдардың 3D моделін құру, VMD арқылы молекуланың визуализациясын орындау немесе жасанды нейробөлшек үлгісін жасау болып табылады. Бұл жерде оқушының әрекеті бізді өз идеясын тәжірибе түрінде жасайды және зерттеу жүргізеді. Ал мұғалімнің негізгі рөлі болатын болса, құрал жабдықтармен жұмыс істеуге көмектеседі және қауіпсіздік ережелерін түсіндіріп және қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. Келесі бізде төртінші кезең, ол бізде нәтиже мен қорытынды жасау. Яғни бұл жерде негізгі мақсат ол зерттеу нәтижесін талдау және де өз пікірін білдіру. Яғни оқушы бұл жерде қандай жаңалық білді, яғни болжамы расталды ма, болашақта қандай бағдар жасауға болады деген сияқты PowerPoint арқылы өзінің слайдын немесе постер түрінде, видео немесе ауызша баяндама түрінде кері байланыс бере алады. Ал мұғалімнің рөлі сол оқушының кері байланысына өзінің пайымдамасын жасап, оқушыны бағалайды. Яғни тек бұл жерде нәтиже емес, үдерісті де ескере отыру маңызды болып табылады. Бүгінгі біздің тақырыбымыз нанотехнология тақырыбын оқытуда зерттеушілік оқыту әдістерін қолдану. Жалпы зерттеушілік оқыту әдістері дегеніміз не? Ол бізде оқушыны дайын біліммен қамтамасыз етуден гөрі, оның мәселе қоюға, ақпаратты өз бетінше іздеуге және де талдауға, қорытындылауға итермелейтін оқыту әдісі болып табылады. Ол бізде Inquiry-based learning, яғни IBL. Негізгі идея сол бізде оқушы зерттеуші, мұғалім бағыттаушы болып табылады. Біз осы тақырып бойынша зерттеу бағыттарына оқушылар мысалы келесі бағыттардың біреуін таңдап терең зерттеу жүргізе алады. Медицина мен нанотехнология, экология және нанотехнология, энергетика мен нанотехнология және күнделікті өмірдегі нанотехнология. Ең бірінші бізде медицина және нанотехнология. Бұл кезде бізде оқушыларға бірінші сұрақ беріледі: нанобөлшектер рак жасушаларын емдеуде қалай қолданылады? Іс-әрекетке келетін болсақ, ауруларды ерте анықтайтын наносканерлер туралы зерттеу. Екінші, нанодәрілердің ерекшеліктерін анықтау, қауіптері мен этикалық жағын саралау. Осы зерттеу бойынша қолданатын платформаларға келетін болсақ, бірінші Google Scholar деген
платформа ғылыми мақалалардан нано бөлшекпен емдеу туралы нақты деректерді табады. Екінші Canva'да бізде нано дәрінің әсер ету механизмі жайлы инфографика жасаса, ал Prezi'де жобаны таныстыруда визуалды презентация жасауға болады. Экология және нанотехнология. Бірінші біздің сұрағымыз ол бізде суда тазартуда нанофильтрлердің тиімді ме? Іс-әрекеттерге келетін болсақ, нанофильтр принципін түсіну, дамушы елдердегі таза су мәселесін зерттеу және қарапайым фильтр макетін жасау, сипаттау. Платформаларға келетін болсақ, ThinkLink бұл бізде нанофильтр құрылымының суретін салып, интерактивті белгілеу, әр қабатын сипаттау, көміртекті қабат және нано ұяшықтар деген секілді. NanoGov бұл бізде нанофильтрлер туралы нақты ғылыми көпшілік ақпараттар алуға болатын сайт, және Fed Simulation бұл бізде виртуалды түрде су тазарту процесін модельдеу. Нанофильтрсіз және нанофильтрмен салыстыру болып табылады. Келесі бізде энергетика және нанотехнология. Бұл кезде бізде оқушыларға нано құрылғылар энергия тиімділігін арттыра алады ма деген сұрақ беріледі. Соған байланысты іс-әрекеттері күн батареяларында наноқабаттар, батареяның қызмет ету уақытын арттыру, жасыл энергетикадағы рөлі. Ал бұл жердегі платформаларға келетін болсақ, Miro'да жасыл энергиядағы наноматериалдардың рөлі схемасын, яғни күн панелі, наноқабат, тиімділік, Prezi'да күн батареясының құрылымын, Tinkercad'да қарапайым нано күн панелі 3D моделін жасау керек. Және келесі тақырыбымыз күнделікті өмірдегі нанотехнология. Бұл жердегі сұрағымыз антибактериалды киім немесе нанобояу қалай жұмыс істейді? Іс-әрекеттерге тоқталатын болсақ, нанобөлшекпен өңделген материалдар туралы зерттеу, киім, тұрмыстық заттардағы нақты мысалдар табу және қауіпсіздік нормалары мен стандарттарын салыстыру болып табылады. Платформалар бізде Animoto платформасын қолданып, видеоролик жасау, күнделікті өмірде қолданылатын нано өнімдерді көрсету, фото, мәтін немесе музыка қосу. Енді біз осы тақырып бойынша белгілі бір зерттеу жұмысын алып, соны мысал ретінде көрсетіп кеттік. Зерттеу жобасы нано және экология. Ең бірінші кезеңде, яғни сұрақ қою және болжам жасау, оқушыларға бейнеролик немесе мақала болмаса визуалды материал ұсынады, сол бойынша сұрақ қойылады. Сенің ойынша нанотехнология табиғатқа қалай әсер етуі мүмкін? Оны біз MindMaster'де болжамдарды жинап, Padlet'те топтық идея жасаса болады. Келесі қадам бізде ақпарат іздеу және салыстыру болып табылады. Оқушылар екі жақты мәліметтер іздейді. Пайдасы және зияны. Пайдасына келетін болсақ, су тазалау, ластанған топырақты өңдеу және пластикті ыдырату. Ал зияны бізде нанобөлшектер биожүйелерге түсіп, балықтар мен микроағзаларға кері әсер етуі. Платформалар бізде Google Scholar, бұл бізде ғылыми мақалаларды алуға болатын платформа, NanoGov, нанотехнологияның экологиядағы қолданылу жайлы ақпарат алуға болады, және YouTube еду бейнероликтері. Мысалы, мына ролик көрсетіп кеттік. Келесі, үшінші кезең өз бетінше зерттеу немесе шағын эксперимент. Егер мүмкіндік болса, оқушылар шағын үй жағдайында тәжірибе жасап көреді. Мысалы, күміс нанобөлшектері бар антибактериалды сабын, оның судағы микроағзаларға әсер ету туралы дерек жинау. Платформаларға келетін болсақ, Fed Simulation, ластану мен тазалау процестері модельдеу және ThinkLink бізде өздерінің эксперимент картасын жасау. Қорытындыға келетін болсақ, зерттеу сұрақтарына жауап беру, кесте диаграмма себеп салдар байланысын көрсету. Платформа бізде Miro'да немесе Canva'да қорытынды инфографика жасап, Google Docs'та жазбаша есеп, ал MindMaster'де себеп салдар диаграммаларын салады. Жалпы жобаның нәтижесі қандай болады? Бұл бізде оқушылар нақты мәселені зерттейді, сол мәселеге нанотехнология тұрғысынан шешім ұсынады, өз шешімін визуалды немесе бейне жоба арқылы таныстырады, және сыни ойлау, креатив зерттеу дағылары дамиды. Бұл формат оқушыларға тек нанотехнология деген не дегеннен гөрі, оны не үшін, қайда, қалай және қандай нәтиже үшін қолдануға болады деген нақты шынайы сұрақтармен жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Назарларыңызға рахмет. Бүгінгі біздің семинар тақырыбы пластмассалар және талшықтарды тану оқытуда зерттеушілік оқыту әдістерін қолдану. Бізде пластмассаларды және талшықтарды тану тақырыбын оқытуда зерттеуші оқыту әдістерін қолдану оқушылардың белсенді танымдық қызметін дамытып, материалдың мәнін тереңдеп ұғынуға көмектеседі. Зерттеушілік оқыту дегеніміз оқушының өздігімен қойып гипотеза ұсынып, тәжірибе жүргізіп, қорытынды жасауына бағытталады. Бізде зерттеушілік оқытудың мақсаты пластмассалар мен талшықтарды айтатын болсақ, олардың қасиеттерін, құрылымын, түрлерін зерттеуге көмектеседі. Оқушыларды өздігінен материалды таңдап, талдауға және тәжірибе жұмыс жасауға үйрету. Ғылыми зерттеу дағдыларын бақылау, салыстыру, жіктеу, дәлелдеу, қорытынды жасау сияқты дамытуға мүмкіндік береді. Бізде сабақтың құрылымы зерттеушілік оқыту
кезеңдер бойынша мысалы бізде бірінші тақырып мәселе қою, қызығушылықты ояту болып табылса, мұғалім оқушыларға мынандай проблемалы сұрақтар қоюға болады. Мысалы бізде бірінші сұрақ, қандай материалдар пластмасса немесе талшықтар болып табылады? Неліктен пластмассалар қазіргі таңда көп қолданылады? Табиғи және жасанды талшықтарды айырмашылығы неде? Тапсырма әр топқа әртүрлі тұрмыстық бұйым беріледі. Мақсат олар қандай материалдан жасалғанын айтып сабақта түсіндіру қажет. Бізде бұл платформаны айтатын болсақ, Jamboard гипотеза жазуға арналған орта ретінде қолдануға болады. Бізде келесі зерттеу жоспарын құру. Бізде оқушылар топпен топтасқан жағдайда оларға мынандай келесі жоспарларды ұсынатын боламыз. Бірінші топқа бізде пластик бөтелке үлгісін айтамыз. Олар бізге жауап береді. Бұл материал пластмасса деп ойлаймыз, себебі ол иілгіш, жеңіл және су өткізбейді. Ол өндірістік өнімдерде жиі қолданылады деп. Екінші топқа бізде мата үлгісін айтамыз. Мата үлгісі деп олар былай жауап береді. Бұл материал табиғи талшық болуы мүмкін, себебі оның құрылымы жұмсақ, ауа өткізгіш және отқа түскенде шаш күйген иісі шығарады. Үшінші топқа пластик пакет. Бұл пакет материал полиэтиленнен жасалған. Ол өртенген жағдайда тамшылайды, созылғыш қасиет береді және жағымсыз иіс шығарады деп айтады. Платформа бұл жерде Google Docs арқылы зерттеу жоспарын топтық құжат ретінде жүргізеді. Келесі бізде осы біз зерттеуді біз 5-ке бөліп қарастырдық. Соның үшіншісіне келетін болсақ, эксперимент жасау, яғни зертханалық жұмыс. Бұл кезде яғни деректерді жинайды. Яғни материалдың атауы ретінде бізде полиэтилен және жібек матаны алады. Соны оқушылар жандырған кезде оның иісін байқайды. Бізде полиэтиленнің тәтті иісі шықса, ал бізде жібек матадан күйген шаштың иісі шығатын болады. Жану түрлері бізде полиэтилен тез жанса, ал бізде жібек мата ол бізде көмір сияқты жанатын болады. Бұл жерде полиэтиленнен қалдық, яғни тамшы түрінде қалса, ал бізде жібек матадан қалдық қалмайды. Қорытынды ретінде қорытынды полиэтилен ол пластмасса қалады, ал бізде жібек мата толықтай талшық ретінде жанып кетеді. Бұл жерге бұл зертханалық жұмысқа қажетті құрал-жабдықтар спирт-шам, пенсит, су, шыны ыдыс, мата және де пластик үлгілері қажет болады. Бұл бөлімге, яғни деректерді жинау бөліміне бізге қажетті платформаларды айтып өтетін болсақ, Canva және де Google Slides бұл платформалар арқылы тәжірибе нәтижелерін инфографика арқылы оқушылар дайындап көрсетеді. Келесі бізде төртінші түрі нәтижені талдау, яғни зерттеу мен тәжірибеден кейін оқушылар өз бақылауларына сүйене отырып материалдардың табиғи және де синтетикалық екендігін дәлелдейді. Яғни бұл кезеңде оқушылар ғылыми тілде талдау жасап, өз гипотезаларын растайды және теріске шығарады. Яғни бұл жерде материалдың үлгісі ретінде жүн, полиэтилен пакет, жібек және де нейлон жібін пайдаланады. Яғни бұл жерде жанған иістер, яғни жану түрін және де сол жанғаннан кейінгі қалдық түрлерін және сумен оның реакциясын және де олардың ерікшілігі бойынша бұл кестеге өздері оқушылар түсіндірілетін болады. Бұл бөлімге қажет, яғни нәтижені талдау бойынша қажет платформа бізге Padlet платформасы, яғни Padlet арқылы оқушылар әр топ өз, яғни топ бойынша әр топ өз қорытындысын ортақ қабырғаға орналастырады. Солай бір-бірінің, яғни оқушылар бірінші топтың, екінші топтың және үшінші топтардың қорытындыларын көре алатын болады Padlet платформасы арқылы. Келесі бізде бесінші, яғни қорытынды және де ұсыну, яғни ұсыныс деген сияқты. Бұл кезеңде әр топ өз зерттеу нәтижелерін сынып алдында қорғайды, яғни тұжырым жасайды және экологиялық, практикалық тұрғыдан өз ұсыныстарын білдіреді. Рефлексия оқушының сыни ойлауын дамытып, өз бетінше шешім қабылдауына көмектеседі. Яғни бұл кезеңде, қорытынды кезеңінде бізге қажетті платформалар Google Forms, яғни Google Forms арқылы жеке рефлексия және де өзіндік бағалау арқылы көрсете алады. Немесе бұл платформаларға Padlet деген сияқты, немесе Google форманы айтылды. Сол Padlet арқылы оқушылар өздерінің кері байланыстарын, қорытындыларын айта алады. Және де Kahoot және Quiz арқылы, яғни сабақты қорытындылау мақсатында викториналық тесттер жасай алады. Және де бұған басқа да түрлі платформаларды айтсақ болады. Genius деген сияқтыларды айтсақ болады. Келесі бізде осы қорытынды бөлімінде мүмкін болатын сұрақтар, яғни талқылауға бағдар беру үшін қолданылатын сұрақтарды айтып өтсек,
қандай материал экологиялық жауап қауіп төндіруі мүмкін және не себепті деген сияқты мысал ретінде оқушылар өз ойларын былай айтып өтеді. Полиэтилен ол өте баяу ыдырайды және қайта өңделмесе табиғатта жүздеген жылдар бойы сақталып жатыр. Яғни пакетті мысал ретінде айтсақ болады. Қай материалды қайта өңдеуге болады? Мысал ретінде пластик бөтелкелерді және кейбір нейлон талшықтардың арнайы зауыттарда қайта өңделеді деген сияқты. Келесі бізде синтетикалық талшықтың артықшылықтары мен кемшіліктерін айтып өтетін болсақ, артықшылықтары бізде тозуға төзімді, су сіңірмейді, бағасы арзан болып келеді, ал бізде кемшіліктері табиғи жолмен ыдырамайды, яғни табиғатта жатса, олар жүздеген жылдар бойы шірімей, яғни жылдар бойы табиғатта сақталатын болып келеді. Және де ол жану кезінде улы зат бөлінеді, және теріні тітіркендіруі мүмкін синтетикалық талшықтар. Пластмассалар және талшықтарды тану тақырыбын зерттеушілік әдіспен оқыту оқушылардың тәжірибелік дағдыларын дамытып материалдың құрылымын, қасиеттерін терең түсінуге жол ашады. Яғни тәжірибе арқылы олар табиғи және синтетикалық материалдарды ажыратуды үйреніп, экологиялық мәселелерге байланысты ой түйеді. Және мұндай әдіс оқушының қызығушылығын арттырып, ғылымға деген көзқарасын қалыптастырады. Осымен бізде семинардың тақырыбы бітті. Назарларыңызға рахмет.